Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгін экожүйелер бөлімін әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қоректік тізбектер және қоректік торлар. Дәптерімізді ашып, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын жазып аламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаттары табиғи қоректік тізбектерді салыстыру, қоректік тізбектер және қоректік торларды құрастыру. Оқушылар, біздер білеміз, тіршілікке қажетті энергияның басым бөлігі күннен келеді. Әдетте өсімдіктер жерге түскен күн энергиясының 1%-ға жуығын пайдаланады. Жердің әртүрлі аймағына түсетін жарықтың мөлшері де әртүрлі болады. Соған байланысты өсімдіктердің тығыздығы да әртүрлі және де экожүйеге сіңірілетін энергияның мөлшері де құбылмалы болып келеді. Жер бетінде барлық тірі организмдер, олар бір-бірімен өзара тығыз байланысты. Белгілі бір аймақта мекендейтін әртүрлі түрлерден тұратын организмдер тобы ол бірлестік немесе биоценоз түзеді. Биоценоз ол тиісінше қоршаған орта факторларымен тығыз байланыста болып келеді. Және де зат, энергия алмасуы жүретін құрам бөліктермен бірлесіп тұрақты жүйе түзеді. Ол қандай жүйе? Әрине, экожүйе немесе биогеоценоз деп айтылады. Тіршілікке қажетті қоректік зат алу барысында бір-бірімен өзара тығыз байланыста өмір сүретін тірі ағзалар жүйесін қоректік тізбек деп айтамыз. Қоректік тізбектің негізін біздерде өсімдіктер, жануарлар, саңырауқұлақтар, бактериялар құрайтынын біз өте жақсы білеміз. Оқушылар, есімізге түсірейікші, біз төменгі сыныпта оқыған кезде қоректік тізбекте энергияны алу тәсіліне байланысты организмдерді екі топқа жіктеген болатынбыз. Ол біздерде автотрофтар және де гетеротрофтар. Автотрофтар ол біздерде органикалық заттарды өздері түзетін организмдер. Оларға біз өсімдіктерді жатқызамыз. Ал гетеротрофтар ол дайын органикалық заттарды энергия көзі ретінде пайдаланатын организмдер. Оларға жануарлар, саңырауқұлақтар, бактерияларды жатқызамыз. Қоректік тізбекте бұл өзара байланысты организмдер қатары болып саналады. Бұндағы алдыңғы организмдер кейінгі организмдердің қорегі болып пайдаланылады. Бұл қоректік тізбектің негізгі заңдылықтарының бірі. Осы қоректік тізбектегі өсімдіктерге тоқталайық. Өсімдіктер бұл біздер бірінші топқа жатқызамыз. Өсімдіктер фотосинтез процесі арқылы күн энергиясын пайдалана отырып органикалық заттарды түзеді. Мұндай организмдерді өндірушілер деп айтады. Сондықтан да өсімдіктер ол қоректік тізбектердің бастауына себепші болады. Және де өсімдіктер ол біздерде бірінші қоректік деңгейді құрайды. Одан кейін біздерде екінші топ организмдері тұтынушылар деп атайды. Тұтынушыларға біздерде жануарларды жатқызамыз. Жануарлардың ішінде де шөп қоректі жануарлар, олар біздерде екінші қоректік деңгейге топтастырылады. Ал енді осы шөп қоректі жануарлармен қоректенетін ет қоректі жыртқыш жануарлар үшінші деңгейді құрайды. Жануарлар мен өсімдіктерден бөлінген қалдық заттарды ыдыратып, оларды минералға айналдыратын бактериялар және де саңырауқұлақтар болады. Осы бактериялар, саңырауқұлақтар қалдық заттарды, яғни шіріген заттарды ыдыратып, минералға айналдырады. Ал ол минералды заттар қайтадан өндіріледі, оны өсімдіктер пайдаланады. Міне сөйтіп микроорганизмдер қоректік тізбектің үшінші тобы болып саналады. Жер бетінде тіршілік ететін барлық тірі организмдер, яғни өсімдіктер, жануарлар, микроағзалар, олар біздердің өздерінің тіршілік әрекеті нәтижесінде заттар мен энергия қозғалысынан бір буыннан екінші буынға өтуі арқылы қоректік тізбекті жүзеге асырады.
Құрлықтағы қоректі тізбектер негізінен 3-5 буын немесе одан да көп буыннан тұруы мүмкін. Ал енді осы қоректі тізбектер қалай жүзеге асады, соған тоқталайық. Ең алдымен құрлықтағы қоректі тізбекке мысал келтірейік. Ол үшін мына суретке оқушылар назар аударайық. Бізде суреттен біз өсімдікті көріп тұрмыз. Ал енді осы өсімдікпен қоректенетін жәндіктермен қоректенетін кемірушілер, олармен қоректенетін сүт қоректілер және де сүт қоректілермен қоректенетін біздерде жыртқыш жануарлар болып саналады. Бұл яғни біздегі құрлықтағы қоректі тізбектің бір мысалы. Ал енді теңіздер мен мұхиттарда тіршілік ететін организмдердің қоректі тізбегі қалай болады? Біздер білеміз, сулы аймақта, судың түбінде біздерде балдырлар көптеп өседі. Ал енді осы балдырлармен шаяндар қоректенеді. Сонымен қатар қарапайымдылар тіршілік етеді. Ал осы қарапайымдылармен балықтар қоректенеді. Бұл яғни біздерде теңіз бен мұхиттағы қоректі тізбектің мысалы болып саналады. Келесі біздер энергияны пайдаланудың екі жолына тоқталайық. Ол біздерде жайылымдық және де ретритті деп қарастырамыз. Жайылымдық дегеніміз ол біздерде фотосинтездеуші ағзалардан басталады, яғни өсімдіктермен қоректенетін шөп қоректі жануарлар пайдаланса, ал детритті ол біздерде бактериялар, қоңыздар, саңырауқұлақтардың өлі ұлпаларын пайдалануы мүмкін. Яғни біздерде детрит дегеніміз бұл микроорганизмдердің әрекеті нәтижесінде жартылай ыдыраған органикалық заттардың қалдық массасы болып саналады. Жаңа айттық, біздерде жалпы тірі организмдер бір-бірімен қоректену арқылы олар күрделі қоректік байланыстар түзіп отырады. Яғни шөптердің көпті, мысалы өсімдіктермен қоректенетін шөп қоректі жануарлардың сан алуан түрі және де олармен қоректенетін ет қоректі жыртқыш жануарлар болып саналады. Сонымен қатар шөп қоректі жануарлардың бір ғана биологиялық түрі бір уақытта, мысалға суретке назар аударсақ, бірнеше өсімдіктермен қоректенуі мүмкін. Ал енді тек қана бір ғана түрге жататын жыртқыш жануар, ол бір мезетте бірнеше шөп қоректі жануарлармен қоректенуі мүмкін. Бұл кезде біздерде байланыс шырмалып жатыр да. Көптеген қоректік тізбектер өзара шырмалу арқылы күрделі қоректік торларды түзіп отырады екен. Қоректік тізбектер біздерде олар нақты және де айқын болып келеді. Бірақ та осы қоректік тізбектегі организмдер, олар тек қана бір тізбекке қатысып қоймайды. Олар бір мезетте бірнеше тізбекке қатысады. Сол себепті олардың да орналасу реті әртүрлі болып келеді. Әртүрлі болғандықтан оларда қоректік жүйелер қалыптасады. Сол қоректік жүйелер бұл біздерде экожүйедегі тұрақтылыққа әкеліп соқтырады. Жеке қоректік деңгейлердің энергетикалық байланысын пирамида түрінде көрсетуге болады. Бұл пирамида кезінде бір қоректік деңгейден екінші қоректік деңгейге ауысқан кезде олар жіңішкере береді. Суреттен көріп отырғаныңыздай. Егер де бұл біздерде осы қоректік тізбекте бір-бірінен кейін қатар орналастырсақ, біздерде қоректік пирамида қалыптасады. Яғни біз бұны биологияда экологиялық пирамида деп айтамыз. Экологиялық пирамида дегеніміз не? Есімізге түсірейік. Бұл экожүйенің барлық деңгейлерінде өсімдіктер мен жануарлардың арасындағы қарым-қатынастың графикалық бейнесі болып саналады. Экологиялық пирамидада, яғни төменгі жағы үлкендеу, жоғарғы жағы жіңішкерек болады. Бұған мысал ретінде мына суретке назар аударайық. Бір жыртқыш құсты қоректендіру үшін оған бірнеше жылан қажет болады. Ал осы жыландарды асырау үшін оларға көп мөлшерде, мысалға, жәндіктер мен өсімдіктер қажет болады. Мұндай жағдайда пирамиданың төменгі жағы кеңейген, ал жоғарғы жағы
үшкірленген үшбұрышты тәрізді болып келеді. Бірақ та пирамиданың мұндай пішіндері барлық экожүйелерге тән емес. Ол әрбір экожүйені де сай өзгеріп отыруы мүмкін. Сонымен қатар біздерде экожүйеде жануарлар мен өсімдіктердің саны қалыпты жағдайда салыстырмалы түрде тұрақты болып саналады. Яғни, шөпқоректі жануарлардың саны артқан кезде олармен қоректенетін жыртқыш жануарлардың да саны артып отырады. Ал егер де керісінше шөпқоректі жануарлардың саны азайып отырса, етқоректі жануарлар да азаяды. Себебі неге? Олардың қорегі азаяды да бәсекелестік туындай бастайды. Сондықтан да кез келген экожүйе тұрақты күйге ұмтылады және де өзін өзі реттеп отырады. Ал енді бүгінгі тақырып бойынша мен сіздерге тапсырма бергім келіп отыр. Төменде әртүрлі ағзалардың сіздерге суреттері берілген. Сол суреттерді пайдалана отырып, өндіруші, бірінші реттік тұтынушы, екінші реттік тұтынушы, үшінші реттік тұтынушы сызбасы бойынша қоректі тізбек құрастырыңыз. Тапсырманы орындау барысында дескрипторға назар аударуды ұмытпаймыз. Келесі тапсырма: қоректі тізбектерді пайдалана отырып, бір қоректік торды сызыңыз. Бұл тапсырманы орындауда да дескрипторға назар аударуды ұмытпаймыз. Оқушылар, біз бүгін қоректі тізбек және қоректік торлармен таныстық. Олардың негізгі ерекшеліктері және де айырмашылықтарымен танысқан болатынбыз. Енді сіздерге үй тапсырмасы параграф 2, параграф 3 және табиғи қоректі тізбек және де қоректік торлар тақырыбын оқу және де 18-ші беттегі тапсырманы жазбаша түрде дәптерге орындау.